Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге заварной крем жасап көрсеткелі отырмын. Ол үшін бізге сүт керек болады, 250 грамм, 2 жұмыртқа, 1 ас қасық ұн, және мынандай ванилия қанты, және 100 граммдай мен қант жоқ қойдым. Қазір бірге аяғын ішкен болыңыздар, сіздерге қазір көрсетемін. Ванилин қантына мен үлкен пачка, мен жартысын ғана салам. Енді міне 1 ас қасық ұнымызды саламыз. Енді міне 250 грамм сүтімізді қосамыз. Енді газдың астына от қойып, мен қазір мына кастрөлге араластырам. Арада бірге болыңыздар. Міне газдың астын мен жақтым. Енді мына жаңа араластырып алған сүт, ұн, жұмыртқа бәрі мына кастрөлімізге құямыз. Енді газдың жанынан кетпейміз, осып араластырып тұрамыз. Мен қоюланғанша жанынан кетпей араластырып тұрдым. Енді міне 50 граммдай сары май сап жүремді, тағы да араластырам. Мен газым астын өшіріп қойдым. Егер де сіздерге қою, қатты қою керек болатын болса, онда арғата кішкене қатты қою болғанша газды өшірмей, маған қатты қоюдың қажет жоқ. Міне. Мен сұйықтығын. Бұдан да газда ұстап тұрсаңыздар, араластырып тұру керек. Түбіне күйіп кетпес үшін жанынан кетпей араластырып, өстіп, міне мен жанда тұрып, араластырып тұрып қайнатып алдым. Енді мен пісіретін жаңағы тортыма маған осындай сұйықтау керек. Сондықтан, міне, бұл креміміз біздің заварной крем деп айтылады. Енді сары майымды салдым. Енді бетін пищевой пленкамен ақырындап жауып, суытып қойып қоямыз. Осындай креммен кез келген жаңа торттарыңызды, немесе пирожный, булочканың ішіне де салып жасауға болады. Сондықтан өте керемет дәмді.